Ильяс Жансүгіровтің «Малта» өлеңі қазақ әдебиетінің көрнекті шығармаларының бірі болып табылады. Халқымыздың ежелден құт-береке дарыған ақындар мен батырлардың мекені Жетісудың перзенті. Ильястың жан дүниесі жас кезінен ән мен жырды, күй мен әуенді ұялатты. Жастайынан ауыл өміріне араласты. Өлеңді табан асты шығарып, суырып салмалық өнерімен қатарынан алды болды. Ильяс поэзияның сан қырын меңгеріп, алуан түрлі тақырыптарға қалам тартқан жан-жақты ақын. Соның бір саласы балаларға арналған өлеңдері. Балаларға арналғанмен кеңістігі кең, үлкен, қызықты да қызғылықты, тамаша әсем әлем. Өлеңнің басты тақырыбы туған жерге деген махаббат. Автор табиғаттың әсемдігін, оның әрбір бұрышын, әсіресе малта тастардың символикалық мәнін аша отырып, оқырмандарға терең ойға жетелейді. Малта тастары табиғаттың бір бөлшегі. Олар арқылы автор өзінің туған жерінің тарихы мен мәдениетін, адамдардың өмір сүру салтын суреттейді. Құлыншақтай қос шұнақ, құйрық жалсыз, сұр шұнақ. Балаға берді апасы, сұрша малта, жұмыршақ. Тентек піспек түскенай, күлдір-күлдір піскенай. Пысып-пысып толқыды, бетімде май күлісіді. Сонымен қатар, малта өлеңі ұлттық сана мен патриотизмнің символы.